Қайырлы күн, құрметті балалар. Қазір бізде қазақ тілі сабағы. Бұл сабақты өткізетін мен, Абилова Роза Жұмабекқызы, Алматы қаласындағы Зерде мектеп-гимназиясының 4-ші сынып мұғалімі. Қазақ тілі сабағын біз өткен тақырыпты қайталаумен бастаймыз. Өткен сабақта қандай тақырыпты өттік? Қане балалар, соны есімізге түсірейікші. Дұрыс, етістіктің келер шағы. Етістіктің келер шағы іс-әрекеттің алдағы уақытта болатынын білдіреді. Және келер шақ етістіктері не істеймін, не істейсің, не істейді деген сұрақтарға жауап береді. Ал бүгін біз етістіктің келер шағын әрі қарай жалғастырамыз. Келесі тақырыпта сендердің кітаптарыңда Сағи Жиенбаевтың «Ұшып келем» деген өлеңі бар. Бұл өлеңді тыңдамас бұрын тыңдаған мәтіннің негізгі тұстарын сендер белгілеп отырасыңдар. Соның негізінде өлеңнің мазмұнын ұғуға дайындалып отырыңдар. Ал мына алдарыңдағы көріп тұрған суреттер сол өлеңнің мазмұнын ашуға, түсінуге, сендерге көмекке келеді деп ойлаймын. «Ұшып келем» өлеңінің авторы қазақтың көрнекті ақыны Сағи Жиенбаев. Ол 1934 жылы туып, 1994 жылы дүниеден өтті. Ол балаларға арнап көптеген өлеңдер қалдырды. Енді осы «Ұшып келем» өлеңін қазір мен оқимын. Сендер кітаптарыңнан сол өлеңді ашып, қарап отырыңдар. «Ұшып келем» Сағи Жиенбаев. Ұшып келем көгімде, ұшып келем мөлдір аспан төрінде, көкте жүріп қызығамын жердегі, сонау өзім ұшқан өңірге. Анау менің асу белдерім, асқаралы тауларым мен көлдерім, туған жерден қанша биік ұшсам да, көз алдымда тұрады ылғи ол менің. Енді балалар, сендерге қазір мынандай тапсырма беріледі. Мәтіннен өлеңнің мазмұнын түсінуге көмек беретін тірек сөздерді тауып көріңдер. Ол сөздер сендерге көмекке келеді. Ал қане бәріміз соны жұмыла орындайық. Мазмұнын ашатын қандай сөздер деп ойлайсыңдар? Егер сендер осы тапсырманы орындап болсаңдар, енді өздерінің өлеңнен тапқан етістіктеріңді экранда көрінген етістіктермен салыстырып көріңдер. Бұл сөздер мыналар: ұшып келем, мөлдір аспан, көкте, жерде, белдерім, тауларым мен көлдерім, көз алдымда және туған жер. Егер осы тірек сөздерді дұрыстап, жақсылап тауып, және оны пайдалана білсеңдер, өлеңнің мазмұнын баяндауға сендер жақсы дайын боласыңдар. Ал енді келесі тапсырмамыз біздің «Ұшып келем» етістігін жіктейміз. Неге «ұшып кел» деген етістікті алып отырмын? Себебі бұл біздің бүгінгі оқыған өлеңіміздің тақырыбынан алынып отыр. Енді осыны жіктеп көрейік. Бірінші жақта мен ұшып келемін, сен ұшып келесің, сіз ұшып келесіз, ол ұшып келеді. Көпше түрі: біз ұшып келеміз, сендер ұшып келесіңдер, сіздер ұшып келесіздер, олар ұшып келеді. Міне осы экранда көрсетілген етістіктің жіктелуін жақсылап тұрып естеріңе сақтап алыңдар, оны алдағы уақытта жаттығу жұмыстарында қолданасыңдар. Енді балалар, келесі тапсырманы орындауға кірісейік. Ол тапсырма жұмбақ. Алдарыңда сендердің жұмбақ берілген, сол жұмбақты оқып, соның шешуін табыңдар.
Қане, ойланып көрейік, жұмбақтың шешуі не болады? Егер сендер осы жұмбақтың шешуін тапсаңдар, келесі тапсырманы орындауға көшейік. Осы өлеңнің ішінен келер шақта тұрған етістіктерді табайық. Ол қандай етістік деп ойлайсыңдар? Дұрыс айтасыңдар, ол жүзеді және жүреді. Енді осы келер шақта тұрған екі етістікті өткен шақта, осы шақта, келер шаққа қойып көрейік. Мысалы, өткен шақта жүзді, осы шақта жүзіп жүр, келер шақта жүзеді. Келесі етістік өткен шақта жүрді, осы шақта жүр, келер шақта жүреді. Осымен балалар, біз сабағымызды қорытуға дайындалайық. Яғни, етістіктің 3 шағын біз бүгін өтіп болдық. Енді үйге мынандай тапсырмалар беріледі. Етістіктің шақтарын төмендегі сызба бойынша қайталайсыңдар және 29-шы жаттығуды жазасыңдар. Одан басқа, сабақта алған білімімізді қорыту мақсатында Білген Академи сайтына кіріп, тест сұрақтарына жауап берулеріңді ұмытпаңдар. Сонымен біз бүгінгі қазақ тілі сабағын аяқтаймыз. Қош, сау болыңдар.